Отбасындағы ер бала тәрбиесі. Қазақ халқы ұл мен қыз бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Ұлға 30 үйден тыйым, 10 үйден сын демекші. Ер жігітке айтылар сын көп, қойылар талап жоғары. Халықтың дәстүрлі тәрбиесінде осы баға жігіт сыны деп аталады. Ер жігіт қандай болу керектігі туралы халықтың талғамына сай ұлттық түсініктері Қозыбековтың еңбегінде былай бейнеленді. Кескін келбеті, еңсегей бойлы, терең ойлы, өткір көзді, қара қасты, кең маңдайлы, торсық шекелі, қыр мұрынды, кең иықты, апай төсті, өткір тісті, жуан білекті, қынай белді, қапсағай денелі, бозды, шешен тілді, темірдей саусақты, жау жүректі. Қадір қасиеті, қырандай алғыр, қардай өр, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қасқырдай өжет, қобыландай сұсты, нардай төзімді, құландай алып, сауысқандай сақ. Және аталған қасиеттеріне сәйкес, жігіттің қыраны, жігіттің сұңғары, жігіттің арыстаны, жігіттің қобыланы, жігіттің жампозы, жігіттің сұлтаны деп айтады. Көсем жігіт, ел басқаратын жігіт, шешен жігіт, дау шешетін тұлға, батыр жігіт, еліне қамқор, жауына ала бері жігіт. Сері жігіт аттың жүйрігін, иттің алғырын ертіп, қыранның қырағысын баптап, ат құлағында ойнап, ер қаруы, бес қаруды сайлап мың қобылтып ән салып, күмбірлет күй тартатын өнерлі жігіт, жомарт жігіт, дастарханы берекелеп, пейілі кең, өзі жайдары. Балуан жігіт мойыны жуан, жауырыны қақпақтай, бұлшықтың еті темірдей, қимылы шапшаң, иненің көзінен өтердей епті, ал күш иесі. Үй жігіті үй шаруасымен айналысады, ел танымай, үй танып, дүр жігіт түз жұмысына мінсіз, үй жұмысына қырсыз. Сонымен қатар бабаларымыз ер жігіттің басынан алты асыл қасиет, үш асыл мінез және ажырамас үш серік табылуын талап еткен. Алты асыл қасиеті: зерде зейіні болсын, тылсым сырды ұғатын; өнер өрісі болсын, өмірден әперісі бағасын; тапқырлық талап, ерлігі болсын, дұшпанға найза сұғалатын; қайрат қару болсын, қиындықта сыналатын; білімі болсын, биікке бастап шыға алатын; жігер күші болсын, аяқтан шалғанда жыға алатын. Үш асыл мінезі: туған еліне, дос жарандарына адал болуы; адам болсаң аңылда, ізгілікке құмарсың; қара қылды қақ жарған әділетті болу; әділ болсаң ақ жарма, жақсы іске билік қыларсың. Қаймықпастан турасын айтар; шыншыл болу; шыншыл болсаң қол жетпес, шыңда өскен шынарсың. Үш серігі: астыңа мінген тұлпарың болсын, сапарың оң болар ұдайы; шыңдалған ақыл айлаң болсын, шымырлап тұрса шынайы; айнымас адал жұбайың болсын, қаймықпай өтем десең өмірден. Сонымен қатар ер жігіттің жолына, басына дұшпан қасиеттері: жігіттің оғыз жауы, басты жауы жалқаулық, сорлататын жаныңды; осалдығың аңқаулық, соқтыратын саныңды; жасқаншақ болсаң ұралар, қоралап қойған малыңды; жалатқызбас жасықтық, аузыңдағы балыңды; өтірік айтсаң өңмеңдеп, жоғалтарсың арыңды; өсек терсең телмеңдеп, суға кетіре салыңды; көпірме босқа мақтан қып, түкке тұрмас барыңды; көрінгенге жалтақтап, бола алмайсың жағымды; біреуді алдап арбаумен, аша алмайсың бағыңды. Төрт құбыласы тең ер жігіт: түзу мылтығы, қыран құсы, жүйрік аты, мінез құлқы мінсіз жұбайы бар ер жігіт. Шал ақын жігіт сыны туралы да былайша толғайды: бір жігіт бар, бұр жан; бір жігіт бар, тірі жан; бір жігіт бар, жігіт жан. Құр жігіт дейтін жігіт кеудесінде жаны бар, еш нәрсені бітірмейді; дір жан дейтін бар тапқанын киіммен асқа сатар; жақын көрген досын жатқа сатар; жігіт жан дейтін сегіз қырлы бір сырлы болар.
сонымен қазақ халқының асқақ адамгершілік мұраттарына иек артқан ұрпақ тәлім тәрбиесі мен үлгі өнегесінің ең шыңы ер жігіттің жеке басының ар жаны таза, ұятты болуы. Ата бабаларымыз ар тазалығы үшін бар жиған тергенін де тәрк ете алған. Сондықтан да адамгершілік хақындағы ең асыл халықтық түсінік. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген даналық оймен тұжырымдалған екен. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпайық.